Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздермен бүгін осындай қарапайым салфеткалардан керемет лайфхактар үйрететін боламын. Қажетті заттар: стакан, резинка, осындай салфеткалар. Ең алдымен үлкен салфетканы алып, оны екіге бөліп аламыз. Және бұл салфетканы гармошка тәріздес етіп бүктеп аламыз. Осылай жақсылап түгел аяғына шейін бүктеп алғаннан кейін ортасынан резинкамен буып қоямыз. Енді осы салфетканы ортасынан ашып отырамыз. Бұл салфетка негізінде екі қабатты, өзі қалыңдау салфетка. Беті сары болғанымен астыңғы жағы ақ болып келеді. Сондықтан да осы түгел ашып, ағы мен сарысын осылай стаканымыздың астына қойып қойсақ болады. Міне осындай екі қабатталған салфетка. Ал енді екінші салфеткамызды осылай конверт сияқты етіп бүктеп, мына бұрышына келген кезде бұрышынан алып келесі қатарды бүктей отырып кішірейтіп аламыз. Осылай жақсылап кішірейтіп алғаннан кейін келесі бетіне аударамыз дағыны, тағы да бұрышын осылай үшбұрыштап жинаймыз. Енді ортасына стаканды қоямыз дағыны, стаканымыз теріс аударып, салфеткамыздың шет-шетін түгелімен арши бастаймыз. Нәтижесінде бізде осындай керемет гүл сияқты стаканның астына қойылатын салфетка шығады. Енді келесі салфеткамызды алып, екі басын осылай үшбұрыштап отырып бүктеп, екі шетін осылай кішкене қайырамыз да, ортасынан тағы да бір қайырып шығамыз. Осыдан біз 4 қатар жасауымыз керек. Ортасына резинкамен буып аламыз да, бұл біздің гүліміздің ең астыңғы жапырағы болады. Осылай гүлді жинайтын боламыз. Ал енді гүлдің жапырақшаларын қалай жасауды көрсетейін. Міне салфетканы осылай екіге бүктейміз, тағы да ортасынан екіге бүктейміз. Міне қайырамыз да, арт жағынан тағы да осылай келесі бетін тағы да қайырып бүктеп аламыз. Бірнеше салфетканы дайындап алғаннан кейін оны гүліміздің ең астыңғы бөлігіне орналастырамыз. Негізінде тығыздау етіп орналастырған дұрыс. Егер де бұл жылжып кететінінен қорықсаңыздар, онда ең астыңғы бірінші қатарды ыстық желіммен жабыстырып алуларыңызға болады. Сонда келесі жолында бетінен ары қарай жалғастырып тағы да гүл жасап қоюға болады. Бұл салфетканың негізгі құпиясы, ең астыңғы бөлігі жақсылап ұсталынған болса, келесі қатарды тізбектеу өте оңай болады. Міне қараңыздар, екі салфетканы былай біріктіріп, үшіншісін қойған кезде осылай шахмат тәріздес етіп гүліміздің ортасын бірінен бірін біріктіру оңай болады. Осылай ортасын тауып ала отырып қатарластырып жүре бересіздер. 4-5 қатар тізгеннен кейін салфеткамыз осындай әдемі лотос гүлі сияқты болып шығады. Келесі салфетка, бұл енді өте оңай сервировка. Қатарынан 3 немесе 4 етіп тізіп алғаннан кейін оны стаканымызға салып, ортасына әдемі көріну үшін келесі салфеткамызды гармошкалап бүктеп аламыз дағыны, ортасына бантик жасаймыз. Міне осылай бабочка сияқты етіп жасап ортасына қойып қоямыз. Бұл да өзінше бір әдемі сәнді болып көрінеді. Ал енді келесіде енді гүл жасайтын боламын. Бұл роза гүл, ассорти және де фруктовый нарезка қойған кезде шетіне осы гүлді сәнді етіп, сәндік ретінде қолдансаңыздар болады. Бұл салфеткалар осындай қалың болған кезде 3 қабаттасаңыздар гүл үлкен болып көрінеді. Егер де 2 қабаттап жасайтын болсаңыздар, онда сәл кішірек болып көрінеді. Мен видеоның соңында ақ гүлді көрсетемін. Сол 2 қабатталып жасалған сәл кішірек формадағы салфетка. Салфетканың қалыңдығына байланысты, егер қалың болса гүлдеріңіз үлкен көлемді болып көрінеді дағыны, жұқа болса ол жұқа болып көрінеді, яғни кішірек гүл болып көрінеді. Бұны да ортасынан осылай резинкамен буып аламыз дағыны, келесі бетіне аударып, әр бөлігін осылай жоғары қаратып аударып шығамыз. Барлығын осылай аударып болғаннан кейін енді бұны роза гүлге ұқсастыруымыз керекпіз. Ол үшін шпажканың көмегімен осылай гүлді салфетканың ұш жағын ішке қарай орап аламыз дағыны, оны жиырамыз. Сол кезде біздің мына салфеткамыз гүл сияқты өзінің формасын әдемі қылып шығарады.
барлығын осылай түгел ұшының барлығын жасап шыққаннан кейін міне нәтижесінде осындай роза гүл болып шықты. Енді ортасын көрсетпес үшін салфеткамызды екіге бүктейміз дағыны шет-шетін қайырып, мынандай роза гүл сияқты етіп майыстырып ортасына салып қоямыз. Сонда гүлдің ортасы кәдімгідей роза гүл болып шығады. Мына раушан гүліміз дайын. Енді жапырақтарын сәндік ретінде осылай сәндеп қоя салсаңыздар болады. Бұл жаңағындай дастарханға түрлі түсті жеміс-жидек, я болмаса холодное ассорти, болмаса булочки сияқты заттарды қойған кезде осы гүлмен шетіне бір шетіне сәндеп қойып қойсаңыздар керемет көрінеді. Сіздерге бір лайфхак. Міне, мен енді ақ гүлді қараңыздар, екі қабаттап жасаған кезде ол кішірек роза болып шықты. Осылай артығымен жасап дайындап қойсаңыздар керемет көрініс болады дастархандарыңызға. Ал енді мынау менің үйшік салфеткам, бұл арнайы осы кухняда асханамда тұрады үнемі. Бұны да мен өзімнің YouTube каналымда жасаған едім. Оңай жаса каналын қарасаңыздар, осыны жасау жолын көресіздер. Сіздерге де керек болып қалар деген лайфхакпен бөлістім. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Келесі көріскенше сау болыңыздар.